Assalamualaikum қазақ елі. 2-3 күннің алдында ала торғайларымның үстіне бұлғап тұтады, соны тазалау керек деп ем. Комментарийға бір кісі адамға қонымды өте жақсы жазыпты да. Мүмкін сол ала торғайлар дейді ғой. Бұқаның үстіне әдейі бұлғаған шығар, бұқаларымды тарап тұру керек шығар дейді да. Шынымен мұна байланған малды тарап тұру керек. Қан айналысы жақсарады, жем сіңіру жақсарады. Одан кейін асау бұқалар жуасиды, кейін сояр кезде машинаға жүктеп тиейтін кезде өте жақсы болады. Айтайын дегенім, бүгін сол кісінің сөзін ескеріп бұқаларымды тарап шықтым. Және алдыңғы видео мен осы видеоны салыстырсаңыздар, бұқаларда тіл көзден Құдай өзі сақтасын. Мынандай өзгеріс бар, міне. Мынау да жіп-жіңішке болған, қарны қабақтай болған. Тек қана жақсылықтар, тек қана алдыға. Мына бұқаның өзі жіп-жіңішке болатын. Бұда енді бұл чемпион. Міне, үсті бастарын тарақ қойдық. Қазір сағат 8:30. Балдыздың қорасын салып отырмыз. Оның видеосы осының алдында ғана шықты. Бұйыртса енді өзімнің қорам, сосын монша салам. Моншаға материалдар әкелдім. Есік, терезе, сосын цемент деген секілді. Мына сиырлар пісіп тұр. Олар былай қарай пісқан деп бұрыннан бері айтып келем. Мыналардың күйі міне өте жақсы, семіз жылтырап алған. Жылтырақ болған ғой, жатық болған ғой, семіріп. Мынау арықтау болған, бұның өзі семіріп кеткен ғой, міне. Сол мен сүйікті сол оқырманыма рахмет айтайын дегем. Сіздің сөзіңіз маған шабыт болды. Негатив жазғанша тек қана сондай жақсылықтар жазайық. Сосын алдыңғы видео мен осы видеоны салыстырыңыздар. Алдымен әрине Алланың қалауы. Мынау да жіп-жіңішке болатын. Жуандап, арқалар тола бастаған. Бірінші Алланың қалауы, екінші таза, тұнық еңбек. Қан мен тер. Сосын көпшіліктің алғысы. Мен көбінде өз жұмысым қалса қалсын, балдызым, қайыным, ауылым деп опшым, қолымнан келген жұмысты көмектесе берем. Және мен ақы дәметкен емеспін. Жасағым келмесе, қолымнан келмесе, ақша берем десе де жасамаймын. Қолымнан келіп тұрса, жасағым келсе, ол алтын берем десе де алмаймын. Сондай жасағаннан кейін меніңше сол көп кісілердің ырзашылығы, рахметі, солар тек міне тілсіз малдарға тиіп, солардың шарапаты тиіп, жасаған кәсібім алдыға жүріп жатыр деп ойлаймын. Ырзамын. Бұқалардың қай-қайсына қарасаң, қарындар қабақтай боп, арқалар тақтайдай боп келеді. Рахмет. Бақыттымын тек қана сіздермен. Маған тек қана сондай дұрыс жағынан адамға шабыт беретін сөздер жазса, біз шаршамай жұмыс жасайтын боламыз. Ала торғайларыма да рахмет. Осылардың арқасында малдар тарап тұрам. Ала торғайларым манадан менен үркіп бұлай қашады, алай қашады. Аман сау болыңыздар.